Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаның суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. Іш өту жеңіл қарайтын ауру емес. Әсіресе көкөністер мен жемістердің қауын-қарбыздардың піскен кезінде белең алатын бұл ауруға дер кезінде тұсау салу керек. Өйткені іштің өтуі асқазан, ішек, тамақ ауруларына келеді. Салдарынан салмағыңызды жоғалтып, бойыңызды әлсіздік билейді. Бұл видеода сіздер іш өтудің алдын алу жолдарын, үйде бар заттармен іш өтуді тоқтату жолдарын көретін боласыздар. Іштің өтуін халықтық жолмен аз күнде-ақ емдеуге болатыны әлдеқашан дәлелденген. Сондықтан да дәріханаға жүгірмес бұрын мына емдік тәсілдерге көз жүгіртіңіз. Шай ішектегі бактерияны өлтіріп, инфекцияның көзін жояды. Бұған қол жеткізу үшін күніне 3 рет қою демделген шай ішесіз. Пияздың қабығы микробтармен керемет күресетін қасиетке ие. 1 литр суды ыдысқа құйып, отқа қойыңыз. Оған 2 дана пияздың қабығын саласыз. 5 минуттай қайнаған соң отын өшіріп, тұндырып қойыңыз. Шамамен 30 минуттан соң тұнбаны қабатталған дәкенің көмегімен сүзіп алып, ішке қабылдайсыз. Емдік кереметі мол тұнба 3 күнде оң нәтижесін береді. Анар қабығы ішектің микрофлорасын қалпына келтіріп, бактерияны жояды, бойыңызға қуат береді. Алдымен анардың қабығын ұсақтап алыңыз. Оның 2 ас қасығын 1 стакан қайнатылған жылы суға салып отқа қоясыз. Жарты сағаттай қайнаған соң сүзіп алып, шыны ыдысқа құйыңыз. Емдік сусынды 2 ас қасықтан тамақтың алдында қабылдау керек. Емен қабығы ішектің микрофлорасын реттеп, жұмысына жеңілдік береді. Ол үшін дәріханада сатылатын емен қабығының дайындалған ұнтағын 1 стакан қайнаған суға араластырып, 10 минуттай тұндырып қоясыз. Белгіленген уақыттан соң тұнбаны сүзіп алып, 1 ас қасықтан қабылдайсыз. Емделу мерзімі тәулігіне 3 рет. Жалбыз тұнбасы іштің өтуін емдейді әрі кекірікті тоқтатады. Жалбызды жақсылап ұсақтап алыңыз. Оның 1 ас қасығын 1 стакан қайнаған суға салып, тұндырып қоясыз. Шамамен 30-40 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, ыдысқа қойыңыз. Ем ретінде күніне 2 рет аз жұтымнан ішесіз. Лимон шырыны жүректің айнығын басады, құсықты тоқтатады, іштің өтуін емдейді. Ол үшін 250 мг қайнатылған жылы суға 1 ас қасық лимон шырынын араластырасыз. Дайын болған сусынды түтікше арқылы ішіңіз. Түтікше тістің эмалін зақымдаудан сақтайды. Қара бұрыш ішектегі микробтармен күресіп, инфекцияны өлтіреді. Күніне 4-6 рет ірі қара бұрыштың 4-5 данасын сумен бірге жұтыңыз. Ал балалар үшін 2 данасы жеткілікті. Емді күніне 2-3 рет қайталау керек. Ескерту: халық емін пайдаланбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алған дұрыс болады. Кез келген затты артығымен немесе дұрыс пайдалану ретін білмесеңіз, өзіңізге зиян келтіруі мүмкін. Видеодағы ақпараттар сізге пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жаза кетуді ұмытпаңыздар.